Саламатсыздар ма студенттер? Біз дәстүрлі куратор сағатымызды бүгін тағы да бастағалы отырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ халқының тарихындағы, жалпы кеңестер одағына кірген барлық ұлттың тарихындағы бір ерекше оқиға болды. Ол 1941-45 жылдардағы екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбы. Соғыс. Енді кеңестер одағының тұсында бұл кезеңді ұлы отан соғысы деп атап жүрді. Өйткені біздер одақтың құрамына кірген барлық республика өкілдері өзіміздің отанымыз жалпақ сол кеңестік одақ, басымызға түскен соғыс алапаты барлық елге бірдей. Сондықтан біздің ұлы отан соғысымыз деп есептеді. Ал қазіргі таңда заман өзгерді, жаңаша көзқарас пайда болды. Оң солымызды тани бастадық. Тарихқа түгел көз тігіп, тереңдіктерін ақтарып қарай бастадық. Сол кезеңді қазіргі кезеңде неліктен біз ұлы отан соғысы деп атауымыз керек? Сонау Ресей бізге отан бола алмайды, солардың кірген бірінші соғысы дейтін сияқты көзқарастар, сондай пікірлер жиі айтып келеді, айтылып та қалады. Бұндай жағдайда менің ұстаз ретінде, оқытушы ретінде ұстанатын өзімнің бір көзқарасым бар. Өткен тарих қазіргі заманда біреуге ұнасын, ұнамасын, ешкім тарихты жадынан сызып тастай алмайды. Өтіп кеткен тарихи күндерді ешкім қайтадан құрып жазып шыға алмайды. Өйткені біздің ата-бабамыздың, ол біздің әке-көкелеріміздің сол соғысқа кіріскен кезеңі, сол кезеңдегі адамдардың наным сенімі. Сондықтан да мынау бүгінгі тақырып университет бойынша өткізіле бастаған ерлік сағаттарының күндеріне арналады. Шығыстың қос шынары атанған Әлия мен Мәншүк секілді қаһарман қыздардың бірі біздің туған жерімізде, Ақтөбе өңірінде, Қобда ауданы, Бұлақ ауылында дүниеге келген. Одан кейін тағдырдың талайымен жетім қалғандықтан Ресейге барып, мектеп-интернатта оқып, сол жақтан соғысқа аттанып, құралайды көзге атқан мерген қыз снайпер болып, қазақтың атын, ақтөбеліктердің атын әлемге танытудың өзі біздің жүрегімізге тек қана қуаныш ұялатады. Біз мақтаныш сезімімен қараймыз. Мынау біздің жақсы бір керемет ұстазымыз Есет аға Жұбанов өзінің сөзінде айтатын еді. Ақтөбеліктердің ең жақсы көріп қоятын қыз балаға арнаған есімі ол Әлия деп. Сол сөздің өзін ағай туған жерге дейтін соншалықты жақсы көру, мақтаныш сезімімен айтатын еді. Сондықтан біздер бүгінгі тақырыбымыздың негізгі бір парасы ерлік сағатына арналады. Оның ішінде қазақтың қаһарман қызы Әлия Молдағұлованың рухына арналады. Сонымен қоса біздің тағы да бір биылғы осы жылы үлкен мерейтой иесі ретінде аты аталып өтетін, өзіміз жақсы көретін ақынымыз Бәкір Тәжібаевқа арналғалы отыр. Бәкір Тәжібаев шығармашылығындағы ақынның даңқын шығарған ең бір керемет туындысы ол Әлия әні. Роза Рымбаева Алтын Орфей атты Болгарияда өткен фестивальда дүние жүзі бойынша ең мықты талантты әнші қыз ретінде танылған уақытта осы бір керемет әнді жүрегін жарып шыққан керемет бір даусымен орындап шыққан уақытта осы Әлия әнінің сөзі адамның кәдімгі көкейіндегі ойына дөп түскен керемет әсерлі әннің сөзін жазған ол біздің Бәкір Тәжібаев ағамыз. Өзім ұстаз ретінде, әдебиетші, филолог ретінде Бәкір Тәжібаевтың ақындығын өте керемет жақсы көремін, мойындаймын. Балалық кезден Бәкір ақынның Ақбұлақ дейтін әнін біз ата-аналарымыздың айтуынан жаттап өстік. Мен Ақбұлақ әнін естіген уақытта өзімнің ата-анамды, солардың замандастарын еске түсіре отырып, сол бір ең бір керемет тәтті балалық шақ ретінде сүйсініп қабылдаймын. Міне Бәкір ақынның шығармашылығы мен Әлия Молдағұлованың шығармашылығына арналған тақырыпты түйістіріп, бүгінгі куратор сағатымызды Бәкір ақын жырлаған қаһарман қыз Әлия деп тақырыптадық. Және дәстүрлі біздің осы куратор сағатымызда бүгін модераторлық жасап жүргізушілер біздің студенттеріміз Дос Қуат, Қартбай Гүлмира және Тынымбай Назым. Сөз кезегі өздеріңізде, қадірменді студенттер. Қайырлы күн, достар. Жалпы
ән мен жырдың ақтұлағы атанған Бәкір Тәжібаевтың биыл 95 жылдығы. Ол кісінің өнерінде де елеулі орын алатын Әлия әнінің де өзінің бір ерекше орны бар. Бәкір ақын жырлаған қаһарманымыз Әлия атты біздің кешімізге қош келдіңіздер. Жарты жазушылар одағы атанған Байғаниннің түлеп ұшқан Бәкір Тәжібаевты Әлия әнінсіз елестету әсте мүмкін емес. Қан майданда ерлік көрсетіп оққа ұшқан жас қыздың ерлігі бізге ұрпаққа үлгі. Сондықтан да ақынның өнегелі өмірінің жылдарындағы елеулі оқиғасы ретінде Әлия атты туындысын жатқызуымызға әбден болады. Ендеше бүгінгі куратор сағатының жалпы ары қарай сөз кезегін мен Гүлмира саған беремін. Рахмет. Расымен Сейдолла Бәйтерековтің әніне жазылған бұл Әлия жалғыз қазақтың ғана емес, барша әлем халықтарының мақтанышына айнала білді. 1970 жылдары жарық көрген әнді Роза Рымбаева орындау арқылы көптің жүрегіне жетіп біте қайнасты. Сөзімен ән үйлескен Әлиян Роза Рымбаевадан артық орындай алатын орындаушы қазіргі күнге дейін жоқтың қасы. Сондықтан да нағыз таланттың орындауындағы Әлиян назарларыңызға ұсынғымыз келіп тұр. Видеороликке назарымызды аударайық. Теңдесі жоқ тамаша дауыс, керемет орындау, қазақтың даңқын шығарған осы Роза апамыздың осы бір керемет әнді тебіреніп тұрып терең сезіммен орындауына себепкер болған. Әрине осы әннің әуені ғана емес, осы әннің өлеңі, мәтіні деген болар едім. Шолпан жұлдызға теңеп, қаһарман ерлік көрсеткен қыздың жапырақтай ғана, жауқазындай ғана, нәп-нәзік Әлиядай қаһарманның ерлігін осы бір өлең жолдарына сыйғыза білген Бәкір ақынның ақындық талантында шеберлігіне дау жоқ. Олай болса, біздер бүгінгі сағатымызды Бәкір ақынның 95 жылдық мерейтойына байланысты ақын шығармашылығына қатысты баға бере отырып, ақынның мұрасын біз қалай түсінеміз, жас ұрпақ қалай қабылдайды, осы тақырыпта ары қарай өрбітіп алып кетсек. Қуат, Гүлмира, сөз сіздерде. Рахмет. Жалпы Әлия туралы жыр жазып, артына өшпес із қалдырған Бәкір ақынның да биыл 95 жылдығы мерейтойы үлкен деңгейде тойланып келеді. Тума талант иесі Байғанин өңірінің Ақбұлақ ауылында 1926 жылы 15 мамырда дүниеге келген. Жастайынан өнерге бейім болған ақынның өлеңдері аймақ әдебиетінің, қазақ әдебиетінің шыңында тұр десек артық айтпаспыз. Бәкірдің туған жеріне деген махаббаты оның Ақбұлақ деген, қарапайым тұрғыда Ақбұлақ деген әннен, және туған жер өзің дегенде деген сөз жаңағы өлең мәтінінен байқауымызға болады. Ендеше жалпы ақын туындыларының көбі ерлік, патриоттық тақырыбынан басталып, туған жерді дәріптеу, елге деген махаббат тақырыптарымен біте байланысады. Шығармашылық ордасы Алматыға қоныс тепкеннен кейін қаламынан бірқатар жыр жолдары мен әндер дүниеге келеді. Жыр жинақтары жарық көріп оқырман қауымына ұсынылады. Ендеше студенттеріміз оқитын ақынның өлеңдер ретінде кезек берсек, жалпы студенттерге біз ақын поэзиясынан бірнеше өлеңдерді берген болатынбыз. Сөз кезегі сіздерде. Анам сомалтынға. Ана саған бар жанға байлық өзіңсіз табылған ба? Маған дүние кеңейіп кетуші еді, басым дейіп алдыңа табынғанда. Қамын ойлап қызыңның, ұлыңның тек, кейде алмадың көзіңнің шырымын көп. Тықырымның өзінен танып қалып түнде тұрдың төсектен құлыным деп. Серлікке серпілтіп сенім берген. Сені тағы сағынып едім келген, алдан шықпай жананам қайда жүр деп, іздеу салдым жерімнен, желімнен. Туған жер, сенде гүл аттым, төсіңде тұңғыш жылаппын, өзіңде тұңғыш құлаппын. Туған жер, сенің төсіңде тыңдағым сырын құрақтың, тыңдағам жырын бұлақтың, таусылмас ән мен күйіңді көкірегіме құлаттым. Жалынның берді маған мұрат күн, жаныма әсте жырақ күн, сәулесін саған арнаған, мен де бір жанған шырақпын. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Бақыт жарық дүние, татулықтың үйі деп,
Көп айтқан ғой бабалар. Бақыт деген ұрпақ буыны. Бөбектерін өлі деп айтады аналар. Ғашық біткен айтады, бақыт сүйген жарым деп. Ақын біткен айтады, жырым менің бағын деп. Егіншіден сұрашы, бақыт еккен дәнімдер. Әншілерден сұрашы, бақыт айтар әнімдер. Осына бір сауалдың таусыларым жауабы. Күнде алға жетелеп ізгі арман. Жинап жүрмін жырымның қызғалдағын. Еңбектеніп келемен өз әлімше мен бақыттың өзгенің қызғанбадым. Тұлпарымен талаптың ағынбадым. Сәуле шашқан шуақтай жалындадым. Қарапайым қалпында күн кешемін. Атақ үшін ешкімге табынбадым. Жақсылық пен жамандық арасының байқап жүріп сүйетін жанасылын. Кең даланың төрінде терін төккен қарапайым қазақтың баласымын. Қазалы. Кең жазығын сылаңдай кесіп өткен, сыр байлығын көргеннің есі кеткен. Қазалының қалқы бар қашаннан да диқаншылық кәсібін есіп еткен. Бұл қазалы құт қойнау тұрақ екен, көңіліңді өзіңе бұрады екен. Ілмей жүрсең, көзіңе білмей жүрсең, қаза деген балықшы құрал екен. Көрген жандар көркіне көз сүйінген, аймағында жапырлап гүл үйрен. Құшағыңа сыймайтын қара қарбыз, тарғыл қауын шырына тіл үйірген. Маңғыстау. Төрт түлікті қаптатқан қырқасында, атайгілі қашаннан жұрт осында. Домбырасын шіренте бұрап алып, ақ бөбекті әншісі шырқасында. Шертіп сырын батыры дана жайлы, шежірелі қалпынан далаумайды. Жалменен шарпыған шырақ оттар, жан жағыңнан күндіз-түні алаулайды. Сан ғасырлар сақтаған салтын бойға, таңғаласың бүгінде жалқын жайға. Атырауды мәңгілік сүйіп жатқан, о Маңғыстау, сенде бір алтын қойма. Рахмет достар, жалпы міне байқағанымыздай, Бәкір ақынның өлеңдері туған жер, ана тақырыбында, одан кейін жалпы мамандығы өзі режиссер, актер болғандықтан ол елді аралап, ауыл аймақтар аралап, сол аймақтарға өлең жазған. Онда өлеңдердің көпшілігі міне Мадинаның Маңғыстау өлеңінен, Сымбаттың Қазалы өлеңінен байқауымызға болады. Одан бөлек Бәкір Тәжібаев Қандағашқа, Темірге, Ойылға, Ырғызға, жалпы Оралдың өзіне, Атырау аймақтарының барлығына да жеке-жеке өлең шығарып, барлығына да туған жер тақырыбына поэзиясын арқау еткен. Енді біздің келесі кезекті видеомыз бұл Бәкір Тәжібаевтың Байғанин өңірінен келіп тұрған репортаж жасаған едік, соны тамашалаңыздар. Достар, бұл аудан орталығындағы Ақын жазушылар аллеясы. Аллеяның тұсаукесері 2018 жылы кесілді. Жалпы аллеяның ішінде елімізге танымал ақын жазушылардың ескерткіштері бар. Жалпы Қадыр Мырза Әли Байғанин жарты жазушылар одағы деп атап кеткендіктен, бұл аллеяның ішінде 10-нан астам ақын жазушымыздың құрметіне қойылған арнайы тақталар мен ескерткіштер бар. Аллеяның ішіндегі ескерткіштердің бірі Бәкір Тәжібаевтың құрметіне қойылған мына ескерткіш. Жалпы Бәкір Тәжібаевтың биыл 95 жылдығы. Ақтөбе өңірінің Жарқамыс өлкесінде туған сол ақын, сазгер, әнші, елімізге танымал бірнеше әндердің, бірнеше шығармалардың авторы. Аудан орталығында Бәкір Тәжібаев есімімен аталатын музыка мектебі бар. Ал біз сол музыка мектебіне жол тарттық. Бәкір Тәжібаев атындағы балалар музыка мектебі 1971 жылы құрылды. Алғаш мектеп директоры болып Төлеу Мырзағали Төлеуұлы тағайындалды. 5 мұғаліммен жұмыс бастаған. Мырзағали ағайдың қолдауымен мектепке 1997-1998 оқу жылынан бастап музыка мектебіне жерлес ақын Бәкір Тәжібаевтың есімі берілді. Бәкір аға Мырзағали ағайдың туған інісі болып келеді. Мектепке жаңа ғимарат 2019 жылы қолданысқа берілді. 20 жыл контингент саны көбейіп, қазіргі уақытта 286 оқушымен білім алуда.
6 елді мекенде филиалдарымыз жұмыс жасайды. 6 мамандық бойынша домбыра, қобыз, сырнай, фортепиано, би, ән салу бойынша 26 педагог дәріс беруде. Оқушылар облыстық, республикалық, халықаралық конкурстарға қатыстырылып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алмайсың. Рахмет. Шынымен міне Бәкір Тәжібаевтың туған жерінде түсірілген видео репортажы тамашалағаныңызға көп рахмет. Байғанин өңірінде жалпы Бәкір Тәжібаев көп уақыт тұрмағанымен де өзінің Ақбұлақ әнімен бірнеше жылдармен Байғанинді сипаттап, туған жерге деген сағынышын осылай әнмен жеткізіп отырған. Осы тыңдаған соңғы жақындағы есіңе ал деген өлеңінің өзі, мен өмірден өткен кезде туған жеріме барып әйеліне айтқан екен, менің туған жеріме барып мені еске алып отырмын. Мен сол кезде мен сендерге осы әнмен өзімнің мұрамды қалдырамын деп айтқан екен. Шыны керек, Әлия туралы, осы Бәкір Тәжібаевтың Әлия туралы жалпы жыр жазып, жігітке жетеуіне аз емес, басқа да ән, поэзия өнеріне ерекше не қалдырған Бәкір Тәжібаев бір жағынан сазгер. Оның шығармашылығындағы сазгер ретінде ойып тұрып орын алатын ол Ақбұлақ әні. Ақбұлақ әнінің әні мен сөзін жазып, қазаққа ерекше көңіл күй сыйлаған Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлақ әнінің өзі неге тәді? Жалпы осы Ақбұлақ әні жастардың туған жерге деген махаббатын оятады. Олай болса, Бәкір Тәжібаевтың ән өнеріндегі әлемін видеодан тамашалайық. Дұрыс айтасың, Қуат. Бәкір Тәжібаев өте талантты адам болған. Бір басына бірнеше өнерді Алла сыйлаған Бәкір ақын еліне өте қадірменді болып, әрі ақындығымен, әрі әнші сазгерлігімен, жалпы Байғанин десе осы Ақбұлақ дейтін әдемі ән еске түседі. Осы әннің өмірге келу тарихы, оның замандастарының арасында осы Бәкір ақынның Ақбұлақ дейтін жері қандай екен деп әнді тыңдағаннан кейін замандас ақын жазушылары Байғанин өңіріне келгенде көргенше асық болған екен. Қандай бір керемет жер. Сөйтсе, аса көп бір керемет шұрайлығының көп ізі қала қоймаған. Кейбір жер тақырға айналған. Сол жерді көрген уақытта, Ақбұлақтың ізі қайда деген уақытта әркімнің өзіне туған жердегі жұмақ іспетті деп Бәкір ақын ерекше жауап берген екен. Олай болса, сол жақсы бір туындыны тамашалайық. Дала кезген шапқылап, құмар едім өзіңей, бала кезден Ақбұлақ. Бұл әннің өмірге келгеніне жарты ғасыр уақыт өтсе де, өз биігінен түскен емес. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін, Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлағын естігенде, әуеніне елтіп қосыла шырқай жөнеледі. Ол Ақбұлақ өзінің туған жері. Бұлақтың сол енді анасымен, әкесімен енді ат суарған жері ғой. Соны Ақбұлақ қай жыл шыққан есімде жоқ, әйтеуір 60-шы жылды ба 70-ге жақындағанда шығарды солай. Сондай-ақ Бәкір Тәжібаевтың жазған жырларына Әбілахат Еспаев, Нұрғиса Тілендиев, Сейдолла Бәйтереков, Ескендір Хасанғалиев сынды белгілі композиторлар ән жазған. Бұл да ақын сазгердің өзіне тән ерекшелігі болса керек. Ол кісінің бір ерекшелігі басқа ақындарға қарағанда. Мына өзіңнің айтып отқан әуеніңді тез қабылдап, соның ыңғайына қарап, соның мінезіне қарап, сөзін тез жазатын, шапшаң жазатын. Сондықтан да Бәкең екеуміздің алғашқы кездегі творчествомыз тығыз байланыста болды. Мен айтар едім, өзімнің біраз әндерімді Бәкір ағаның сөзіне жаздым. Атап айтатын болсақ, анау Асыл Арман өздеріңіз білетін, Ауылым әнім, Боз торғайым. Айнымасқа тағдыр болса, қос едің бол, ең далаға бауыр басса,
Ал ақынның Әлия әніне жазылған мәтіні де халықтың қошеметіне ие болды. Сейдолла Бәйтерековпен бірлесе отырып шығарған туынды бүгінде балғын қыздың бейнесін ел жадында мәңгі сақтап келеді. Бәкір Тәжібаев 150-ден астам әннің авторы. Солардың ішінде Жас дәурен, Ақ бұлақ, Әппағым-ау әппағым, Гүлсің аусынды туындылары Қытай, Монголия, Түркия және тағы басқа елдерде тұратын қазақтар арасында кеңінен тараған. Бір қызығы композитор махаббат тақырыбында шығарған барлық әнін сүйікті жары Сапаргүл Тәжібаеваға арнаған екен. Енді елігім еркен бар, есің ал бар, жанарым жаңа оқыдым. Сосын Гүлсің ауды енді маған арнаған. Керемет, қандай әсерлі. Өте жақсы, бір жақсы көңіл күйге беріліп қалдық деп ойлаймын. Қуат, жақсы, жалғастыра берейік. Жаңа видеодан тамашалағанымыздай, расымен Бәкір Тәжібаев Алматыда жүріп, бір қатар композиторлармен жұмыс жасаған екен. Жалпы ақтөбелік жерлесіміз Тақойақтан жұмыс бабымен Бәкір Тәжібаевты Алматыға шақыртқан уақытта ол өзін актер мамандығы бойынша жұмыс істеймін деп ойлаған екен ең алғашында. Дегенмен 8 қырлы бір сырлы ақын жұмысының нәтижесінде осындай 150-ге жуық әнге сөз жазды. Гүлсің ау, Әлия, Ақ бұлақ, Боз торғай, Әппағым ау, Түлектер қоштасу, Алматының алмасында сол кездегі хит әндердің барлығын жазып, Ескендір Хасанғалиев, Кеңес Дүйсекеев, Нұрғиса Тілендиев, Сейдолла Бәйтереков сынды атақты композиторлармен, азаматтармен жұмыс жасады. Жалпы куратор сағатымызда айтып өткеніміздей, әдебиет өнерінің майталманы Бәкір Тәжібаевтың да батыр қыз Әлия Молдағұлованың да есімі әлемге танымал. Еліктің бейнесін көрсеткен Әлия әні тұрғанда ешқашан ұмытылмайды да. Бұл тұлғалардың есімі қазіргі таңда облыстағы, аудандардағы көшелердегі мектептерге, басқа да нысандарға беріліп, ұрпақ есімінде мәңгі сақталып жатыр. Десе де, Бәкір Тәжібаевтың көзі тірісінде атақты Әлия әні үшін де, басқа да жұмыстары үшін ешқандай атақ, марапат бұйырмаған екен. Дегенмен, ақынға деген халықтың ықыласы сөне қойған жоқ. Оның өзі жоғарғы марапат десе де болады. Ендеше осы куратор сағатын қорытындылау мақсатында, осы куратор сағатында айтылған мәліметтер бойынша біз викториналық сұрақтар дайындалған болатынбыз. Чатқа сілтемесін жібердік. Қазіргі таңда ойынды қосайық, викториналық сұрақты. Бәкір ақынның шығармашылығын құрметті студенттер жалпы өте аз зерттелген, арагідік бір жекеленген ғылыми зерттеу мақалалар ғана болмаса, ірі монографиялар жазылмаған. Осы орайда біздің дос Қуат осы болашақта Бәкір Тәжібаев шығармашылығын дипломдық жобаның тақырыбы етіп алуды мақсат етіп, ізденіс жұмыстарын бастады. Міне біздің студенттеріміз қосылып жатыр екен. Онда бастай берейік. Сәттілік сіздерге. Міне бірінші сұрақ Бәкір Тәжібаев есімі берілген нысан. Музыка мектебі, арнайы орталық, орта мектеп гимназиясы және орта мектеп. Дұрыс жауабы музыка мектебі. Бұл Байғанин ауданында, Байғанин ауданында орналасқан Бәкір Тәжібаев. Студенттеріміз жауап беріп жатыр ма өздері? Жауап беріп жатыр екен. Екінші сұрақ Бәкір Тәжібаев дүниеге келді. Алматы облысында, Ақтөбе облысында, Қараукелді ауылында, Қобда ауданында, Ақбұлақ ауылында. Дұрыс жауабы Ақбұлақ ауылында. Үшінші сұрақ Бәкір Тәжібаевтың туындылары. Жаңа айтып өткенімізде әндерімен бірге айтты. Студенттер өздері жауап беріп алсын.
бірінші орында Зухра группаласымыз келе жатыр екен. Роза Рымбаеваны танытқан туындының сазгері. Кім деп ойлайсыздар? Әрине, Сейдолла Бәйтереков. Және соңғы сұрақ. Бәкір Тәжібаев пен Ескендір Хасанғалиев бірлесіп шығарған туынды. Жемістің қыз әдемі-ау, аққұлақ, қара көз қарындасым. Әдемі-ау. Дұрыс жауабы әдемі-ау. Иә, соңғы Конец. Игорь, нәтижесі. кім бірінші орынға шықты деген қарай? Бірінші орында Зухра екен. Зухра. Құттықтаймыз. Екінші орында Толғанай, үшінші орында Аружан. Құттықтаймыз. Достар, рахмет. Осындай викториналық сұраққа дұрыс жауап беріп, бірлесе қатысқандарыңыз үшін. Енді жалпы осы сағат ашық микрофон айтарын бермес бұрын мен сіздерге бір ақпарат айтып кетейін. Енді ол сіздерге керек па, керек емес па дегенмен өздеріңіз жалпы тыңдап аларсыздар. Жалпы бір ақпарат беру керек деп шештік. Байғанин өлкесінен түлеп ұшқан Бәкірдің Әлияны жырлауы да бекер емес екен. Ол шығыстың жұлдызы атанған Әлия Молдағұлованың әкесі өзі де Байғанин ауданында дүниеге келген деген пікірлер бар. Түптеп келгенде зерттеуді қажет ететін бұл нәрсе, ықыластық танытатын бұл нәрсе әлі де біз осыны анықтағымыз келіп отыр. Осыны қазіргі таңда Бәкірдің көзін көргендер, Әлияның әкесінің көзін көргендер қазіргі таңда Байғанин ауданының Алтай Батыр ауылында тұрады екен. Жегер беретін екі жерлестің өмірі мен өнегелі ғұмыры Байғанинде туғаны біз үшін, жалпы Ақтөбе өңірінде туғаны жерлес болғанымыз үшін мақтанамыз. Енді соңғы айдар бұл сабақтан алған ойларыңызды ашық микрофон айдарымен жалғастырмақпыз. Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Жақсы, мен айтсам бола ма? Осы арада мен де сіздерге бір мәліметті айта кетейін. Біздің Жұбанов университетінде Мұхтар Арын атындағы бас ғимаратта Бәкір ақынға арналған оқу залы, аудитория бар. Ол жалпы бізде Бәкір ақыннан өзге де барлық шығармашылық иелеріне, Ақтөбеден түлеп ұшқан қаламгерлерге ашылған кабинеттер өте көп. Соның ішінде Бәкір ақынның шығармашылығына арналған оқу залында біздің студенттер оқып білім алып жатқандығын бізде қуана хабарлаймыз. Ал, жақсы, ашық микрофон алаңын. Өздеріңізге сөз береміз, қымбатты студенттер. Жақсы, мен айтсам бола ма? Осы бүгінгі сабақтан жалпы кураторлық сабақтан жалпы алған әсерім дәстүрлі түрде өтіп келе жатыр. Бәріміз білеміз, осы кураторлық сабақтар. Әр куратор сабақтан белгілі бір түйін аламыз, белгілі бір жаңа ақпарат аламыз. Осы куратор сабақтан да Бәкір Тәжібаевтың жалпы композиторлық өнерін, жалпы ақындық өнерін таныстық, өзімізде жаттадық ол өлеңдерді. Рахмет, құрметті біздің енді группаластар, Қуат, Гүлмира, Назым, Али апай, сізге де рахмет. Жалпы жақсы деңгейде өткен куратор сабақ деп есептеймін өз басым. Жақсы. Жоламан өте дұрыс айтады. Кез келген кураторлық сағаты өзінің бір әйтеуір жаңа ақпаратымен бізді толықтырып жатыр. Ал бүгінгі куратор сағаты мен үшін өте ерекше. Ол себебі бала кезден Ақбұлақты, теледидардың дауысын шығарып қойып, Әлияны барлығымыз тыңдаймыз. Бірақ осы туындыларды жазған тұлғаның Байғаниндік екенін, біздің Ақтөбе өңіріндік екендігін зерттеп білмейді екенбіз. Соны біліп, кәдімгідей бір кеудемді мақтаныш сезімі ұялады десе болады. Себебі бағана айтып отқан бірнеше елге танымал, бірнеше жерге, бірнеше ақындар барлығы мен деген әншілердің айтатын өлеңдері барлығы осы Ақтөбе өңірінен шыққан тұлғаның жазуы бір үлкен мәртебе ретінде көреміз. Және бір нәрсе айтады, жаңа өздерінің сөзі барысында да айтып кетті ғой, Бәкір Тәжібаев осы Ақбұлақта аз уақыт өмір сүрсе де, өзінің қаны тамған жер, менің осы балалық кезімнің ойнап жүрген жері деп мақтанып барлығына солай айтады деп. Мен негізі Байғаниндік ақын жазушылардың шығармашылығымен аз да болса таныс едім. Осы кезде бір андай туған жеріміз мейлі таз болсын, мейлі ешқандай жерінде шөбі болмасын, ол әркімнің өзіне ыстық болатыны, өзінің елінің,
өзінің жерінің ыстық болатыны осы жерден көрініс тапқандығында. Және де тағы бір түсінгенім, байганиндер не себепті мен байганиненмін, менің туған жерім байганинен деп мақтанатыны тағы бір көзіме жетіп отыр. Осындай кураторлық сағатты ұйымдастырған байганиндіктерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Жақсы күндеріміз осындай ақын жазушылар толыға берсін дегім келеді. Жақсы. Ашық микрофон алаңында тағы да пікір айтушылар бар ма? Мен айтсам бола ма? Мен айтсам. Иә. Жалпы Толғанайдың сөзіне мен бір жағынан қосылғым келіп, ары қарай өзім сөзімді жалғастырғым келіп отыр. Жалпы мен үшін бүгінгі куратор сағаты өзім әнді сүйетін, мен әнді екінші өзімнің бөлігім ретінде қарайтын мен үшін өте бір керемет естеліктерге толы куратор сағаты болды. Неге? Себебі Бәкір Тәжібаев Бәкір Тәжібаевтың туындылары, яғни жаңа біз естіген туындылар біздің кішкентай кезімізден бастап бізге таңсық емес дүниелер, яғни біз кішкентай кезімізден бірге айтып келе жатырған, үлкендерге қосылып, той думандарда болсын, жиналыстарда болсын, бірге айтып жүретін әндер болғандықтан, әйтеуір сөзін білмесек те, әнін білмесек те, қосылып өсе келе бойымызға сіңген әндер болғандықтан, оларды еске түсіру, көру, ескі видеоларды, мысалы бейнежазбаларды көру мен үшін бір өте ерекше сезімге әкелді. Сондықтан да осы бүгінгі ұйымдастырған куратор сағаттың қыздарға, модераторларға, Қуатқа үлкен алғысымды білдіремін, апай сізге де алғысымды білдіремін. Және де осы Толғанайдың сөзіне қосыла келе, шынымен де осы Бәкір Тәжібаев атамыздың осындай Ақтөбе облысында Байғанин ауданында туылғандығына, біздің жерлесіміз екендігіне шынымен де мақтанышпен айта алатын кез. Ертең болашақта да осы ат, осы есім үлкен жаңағы жетістіктерге әкеліп, ұрпақтың аузында қалатында есім болатынына мен кәміл сенемін. Ақын айтсам ол. Иә. Ақын, әнші, сазгер, біртуар тұлға Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығы көпке мәлім. Ақынның қаламынан бәрімізге белгілі Ақбұлақ, Гүлсінау сынды ерекше туындылар жарық көрген. Іс-шара барысында әдеби әлемге еніп, әуезді ән тыңдадық. Ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіремін. Өте жақсы. Пікір білдірушілер, ашық микрофон алаңында тағы да сөйлеушілер болса тыңдаймыз. Қуат? Онда аяқтайық, болмаса жалпы. Сіздерге де рахмет, біздің үйімізді осы куратор сағатыңызға дұрыс тамашалап, дұрыс ден қойып, ерекше пікір білдіріп жатырғандарыңызға. Мен осы өлең жолдарымен аяқтан келіп тұр. Біздің Байғанин өңіріндегі ақын жазушыларымыз Тарбағатайда туғам жоқ, таулары тума орманмен, Жетісуда туғам жоқ, жаннаты жердің болғанмен, көгілдір жердің бойында мен тудым осында деген секілді қылып, Жарғамыс өлкесіне, Байғанин өлкесінен шыққан ақын жазушылардың өлеңімен мен өзім аяқтағым келіп тұр. Сіздерге қатысып отырғандарыңызға, белсенді болып отырғандарыңызға шын жүректен рахмет айтамын. Жақсы, біздің куратор сағатының бүгін өзі соңғы мәресіне де келіп жетті. Біздің осы екінші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен қазақ жауынгерлерінің есімдері ешқашан ұмытылмайды. Өйткені олар туған елін, туған жерін қорғау жолында қаншама боздақ, қанды қырғын кесапатта мерт болып кетті. Туған еліне оралса да мәңгілік мүгедек болып қалған жандар қаншама. Қазақтың әр отбасынан, әр әулетінен міндетті түрде соғысқа аттанып, қайтыс болып кеткен азаматтар міндетті түрде табылады. Олардың жасаған ерліктерінің ізі біздің жас ұрпақтың жүрегінде мәңгілік жатталып қалады. Осындай мықты азаматтарға, біздің ерлік көрсеткен азаматтарымызға сол ерлікті бейбіт күнде жырлап, кейінгі болашақ ұрпаққа осындай рух танытатындай жағдайда таныта білген ақындарымыздың шығармашылығы да біздің болашақта ғылыми зерттеу нысанамыздың аясынан алынып қалмақ емес. Сондықтан сіздерге ұсыныс тастаймыз. Осы өзіміздің жергілікті өңірімізден шыққан
Бәкір ақынның шығармашылығы, не болмаса жаңа өзге деп, мысалға Тахауи Ахтановтың шығармашылығы Шалқар өңірінен шыққан біршама толыққанды зерттеліп қалды деуге болады. Дегенмен де жас ұрпақ әр уақытта да шын ізденгісі келсе, әрбір мықты ақын жазушының шығармашылығынан жаңа бір бағытты, жаңа бір көзқарасқа қатысты зерттеу аясын кеңітіп отырып жазуға мүмкіндігі бар. Сондықтан осындай ақын жазушыларымыздың, Бәкірдің де шығармашылығының аз зерттелуі жаңа қуат айтып кетіп жатыр. Мысалға, әлі де болса тың жаңа деректер табылатындай мүмкіндік бар екен. Олай болса, студенттер осы біздің тағылымдық тұрғыда өткізіліп жатқан куратор сағаттарымыздың міндетті түрде бір үлгісі, соның бір нүктесі сіздердің бойларыңыздан табылсын. Жақсы оқиық, дұрыс тәрбиелі азамат болып қалыптасайық, және өзіміз қарап бой түзейтін Бәкір Тәжібаев сынды, Әлия Молдағұлова сынды азаматтардың есімдерін ұмытпау үшін, олардың шығармашылығын, егер ол ақын жазушы болатын болса, ерлік көрсеткен мықты болатындай үлгі танытқан адамдарға қарап, халыққа қорған болып, кез келген уақытта ел үшін қызмет ету дағдысын бойымызға осы жап-жас күндеріңізден қалыптастырғандарың жөн деп есептегім келеді. Бүгінгі куратор сағатын жаңағы модераторлық жасап, ұйымдастыруға көмектескен біздің студенттеріміздің барлығына рахмет айта отырып, сағатымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.